түсініксіз жағдайды ескерте кетейік. Бағанағы Садырхан Окмотов шыққан екен. Қазір біздің әріптестеріміз осы қаскелеңнен айтып жатыр. Садырхан Окмотовқа қарсы маңғыстаулық Шыңғыс Шаққазақ Қайранов шыққан екен. Ең алғашқы болып Шыңғыс Қайрановқа қарсы Шыңғыс Қуанышбек шығып кеткен екен. Қазір назарларыңызда 11-ші жұп Қаршыға Бүркіт Даутбеков. Міне бағанағы 10-ші жұпта шыққан спортшымыз. Бұны біз Садырхан Окмотов деп ойлаған едік. Алайда бұл Шыңғыс Қуанышбек, лақап аты Чика. Қырғызстаннан келген спортшы. Бұл жігітіміз бағана алдын ала жекпе-жекке шығып өзінен көрсетуге асыққан екен. Бірақ қателесіп кеткен болатын Шыңғыс Қуанышбек. Тағы да ескерте кетейік. Бұл 11-ші жұп бізде. Қаршыға Бүркіт Даутбек, Шымкент қаласының шырайлы Шымкент шаһардан келген тағы бір спортшымыз. Алаш Прайды клубының өкілі, жасы 22-де, бойы 170 сантиметр. Ушу саньда бойынша Қазақстан чемпионы. Ушу саньда енді күншығыс елінде өте жақсы дамыған, өте сондай керемет қарыштап келеді. Қарыштап келгенде жалпы отаны өте тамаша. Бұл не деген жекпе-жек, өте түсініксіз болғанда кешірім өтінемін. Жарайсың Қаршыға Бүркіт. Қиядан келіп мына жерде енді спортшы тауып қалды. Құрметті көрермендер, бұл жерде енді дірілдеп жатыр. Енді мына жерде енді расында да одержал победу Қаршыға Ну а